Сәлеметсіздер, сіздермен бірге мен Арукамикс. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Мен мына жаққа өзімнің әдеттегідей даусымды жазып отырмын. Бүгін бізде 10-10 челлендж. Және мен сіздерге қазір 10-10 челлендждің ережелерін айтып өтемін. Мен қазір бірден супермаркетке кірдім, сіздерді ұзақ күттірмес үшін. Және де негізі 10-10 челленджді мен 10 минуттан видео түсіремін. Және де 10 күн бойы, әр күн сайын 10 күн бойы видео шығарып тұрамын. Және де біз қазір менің жалпы бүгінгі 10-10 челленджімнің тақырыбы 10 минут бір түс деп аталады. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, менің түсім ол жасыл түс. Мен бүгін жасыл түсті таңдадым. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай, мен жасыл түс киініп жатырмын. Және де менің 1 минутым өтіп жатыр. Мен тезірек сөйлеуге тырысамын, кішкене қателер болса айып етпеңіздер. Және де мен қазір адамдардан кішкене ұялып жүрмін. Маған бір түрлі. Енді мен жасыл заттарды іздеймін. Бірінші көрген жасыл зат, ол мынадай питьевой йогурт. Міне мынадай питьевой йогурт. Енді қазір біз кем дегенде 3-4 зат табуымыз керек. Мен жасыл заттарды табуға тырысып жатырмын. Содан соң уақыт қалса мен олардан дәмін татып көремін. Алдыңғы мен шығарылымында, бұл екінші шығарылымы онда оның. Алдыңғы шығарылымында мен қызғылт түспен түсіргенмін. Және де ол видео сіздерге қатты ұнады. Сондықтан екіншісінде мен жасыл түспен түсіремін деп сіздерге уәде беріп қойғанмын. Келесі, біз қазір жасыл түстерді табуға тырысып жатырмыз. Мына жақта жоқ, бұл жақта балаларға арналған жергеттер, әртүрлі жуынуға арналған заттар. Ал маған тамақ керек. Мен тамақтан алыстап кеттім. Қазір қайттан тамақтың жағына барамыз. Ана жақта мен спрайт, сол сияқты газды сусындар көріп тұрмын. Жасыл сок көріп тұрмын. Мен мынадай жасыл сок алдым. Осында жасыл шырын. Бұл қазір немен екенін, мультивитаминнің дәмімен. Және де қазір мен ата-анамды тауып, яғни анам мен інімді тауып, мен супермаркетке анам мен ініммен келгенмін, соларды тауып, соларға осы заттарды беруім керек. Себебі маған қазір мүлде қолайлы емес. Көтерген. Қазір тез тауып алып заттарды беремін. Себебі оларда тележка бар. Ал мен бүгін тележканы қолдана алмаймын. Себебі мен бүгін тек жасыл түсті заттарды ғана ұстап қолдана аламын. Және де мен йогурт көрдім. Қазір тез алып кетеміз ол йогуртты. Бірінші анам мен інімді табу керек бізге. Себебі менің қолыма сыймайды. Ал бір қолмен мен камераны көтеріп жүрмін. Хай достар, мен адамдарға қараймын. Олар да маған қатты қарайды. Және де мен кішкене ұялып жүрмін. Анам мен інімді табу керек маған қазір ең басты. Бұлар жоқ бұл жақта. Немесе корзина ала салайын ба, менің себебі қолым қатты шаршап бара жатыр, достар. Мен сіздер үшін тырысып жатырмын. Менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Егер бірінші рет менің арнамда болсаңыздар, мен тағы да спрайт көрдім жасыл. Достар, мен қатты алғым келіп жатыр, бірақ мен қолым бос емес, мен оларды ұстай алмаймын қазір. Және де мен мына телефонға даусымды жазып жатырмын. Басқа бір адамның корзинасына сала салайын ба. Енді қазір анам мен інімді көрдім. Олар картоп алып жатыр екен. Мен қазір тезірек оларға заттарымды беруім керек. Содан соң жаңа көрген йогурт пен спрайтты алу керек. Міне, заттарымды алыңыздар. 2 зат алдым. Енді қазір мен жаңағы спрайтқа жүгірейін. Жаңағы спрайт және де йогурт. Мына жақта йогурт болған, мен оны 100%-ға білемін. Міне, мына жақта эрнигурт деген йогурт. Бұл жасыл түс және де саналады деген ойдамын. Уақыт болса, 10 минуттан асып кетпесе, видеоны тоқтатуға тура келмесе, мен бұлардың дәмін міндетті түрде татып көремін. Шамамен спрайт толшықтым көрдедім ғой. Спрайт жоқ. Спрайт бар. Спрайттан маған алу керек, спрайттан жасыл түстісін. Менде 7-Up. Рахмет. Мен мындай 7-Up алдым. Кешіріңіздер. Ой, кешіріңіз.
Міне осындай сырнап алдым. Адамдардың бәрі маған қарап жатыр. Тіпті консультант ағай маған камераны ұстап тұрайын ба деп айтып жатыр. Бірақ та мен 10 минутым тез өтіп бара жатыр. Негізі камераны ұстап тұрса да болатын еді. Бірақ та менің минуттарым тез өтіп жатыр. Мен 4 сағат алдым. Негізі болды. 3-4 сағат алдық. Мен ата-анамды қайттан таппай қалдым. Менің анашым, мынау менің шығындарым, және де мынау менің жасыл йогуртым. Болды, 4 сағат алдық. Менде де солай. Сенде де солай ба? Және де бізде әлі 5 минут бар екен, кеттік тезірек тағамдарын дамытайық. Касса кірейік, біреу. Міне бұл жақта касса бар екен. Анашым, мына жақта бос касса бар екен. Бос кассаға кірейік. Менде себебі достар 5 минут бар. Әлі арнайы жазылмасаңыздар, міндетті түрде жазып кетіңіздер. 3-ке дейін санаймын. 1, 2, 3. Рахмет. Енді қазір біз заттарды шығарып жатырмыз. Және де қазір осы заттарды сатып аламыз. Үш рет айтқанына кешіріңіздер. Батыр өтіп кет. Міне біздің заттар жасыл түсті. Сіздерге бұл видеоны айтып деп ойлаймын. Жалпы маған өзімнің сатып алған заттарым ұнады. Қазір сатып алып жатырмыз. Кешіріңіздер, себебі мына жақта касса. Бұл видео жалпы монтаж жасалмайтын видео. Мен монтаж қоса алмаймын. Шевер разана. Маған қалды қош. Мынандай бірінші сок. Және де достар, мен бұл видео монтаж мүлде жасай алмаймын. Себебі бұл 10-10 челлендж, мен 10 минут тоқтамай видео түсіруім керек болады. Мен де сіздер көп тұрған шашылып, мен де жасыл түсіндер. Пакеттерді берсін болады. Сойыр. Енді менде мынандай майка жасыл, мынандай кеше, костюм. Енді осында мынандай шалбар. Мында шалбар, не? Назаттарды алайық анашым. Мына алыңыздар. Кеттік ана үсті жаққа барайық та, дамын татып көрейік. Менің ойымша, біз қазір үлгеретін шығармыз. Мен жалпы үлгереміз деп ойлаймын. Қазір ана үсті жақтағы үстірге барамыз да, мен дәмін татып көремін. Мен алдыңғы қызғылт түсті видеода көп қызғылт тамақтар таппай қалдым, тек 4 таптым. Және де олардың дәмін татып та үлгермей қалдым, себебі 10 минуттан мен тез өтіп кеттім. Ал бүгін менде қазір 2-3 минуттай қалдым. Уақыт және де бір тағамым болса да дәмін татып үлгеремін деген ойда. Қазір менің анам мен інім артта келе жатыр. Мен бірінші мына шырынның дәмін татып көрейін. Бізде ана жақта артымызда дала. Мен мына жақта менде мынадай шырын, добрый деген, бұл жақта мультивитаминнің дәмінен. Қазір енді анамнан немесе інімнен ашып сұрап көрейік, себебі менің қолымда камера. Батыр ашып берші. Міне жалпы мынандай нелер. Мен сіздерге қазір тағы да басқаларын көрсетемін. Менде қазір қанша минут қалдым? Менде қазір 2 минут қалды, мен тезірек. Тіпті бір шының болса да дәмін татып көруім керек. Міне сіздерге даусым естіп жатыр деген ойдамын. Мынандай дәмін. Қазір өте дәмді. Жалпы мультивитаминнің дәмімен. Содан соң менде мына жақта тағы да мынандай альпен деген йогурт бар. Ол да жасыл түсті, көрдіңіздер. Адамдардың барлығы маған қарап жатыр. Мен супермаркеттің алдында, есіктің алдында тұрмын, және де барлығы ашып, дәмін татып қарап жатырмын. Кішкене біртүрлі деген ойдамын. Альпенлендтің дәмі өте жақсы екен. Және де бұл достар реклама емес. Мен өзімнің алған заттарымның дәмін татып көріп жатырмын. Жалпы маған алған заттарымның дәмдері ұнады. Және де мен осы 2 заттың дәмін татып үлгердім. Себебі менде қазір 30 секундтан кетіп қалады. Бір газды сусынның дәмін татып көрейік, үлгеретін шығармыз деген ойдамын. Яғни сырнаттың дәмін татып көрейік, үлгеретін шығармыз деген ойдамын. Достар, өте керемет. Жалпы спрайтқа ұқсайды, кішкене ұқсайды. Және де фанта мен спрайтқа қатты ұқсайды. Сол екеуінің үйлесімі сияқты.
Рахмет. Міне менің алған 3 бұл жасыл шырындарым. Және де менде тағы да жасыл йогурттар бар. Бірақ та оларды мен үйде тағы да дайындатып көремін. Себебі менің 10 минутым, міне 10 минут болды. Сіздерге бұл видеоны алғашқа дейін айтамын. Және де келесіде мен тағы да басқа түстермен пісіріп көремін. Сіздерге міне жасыл түс ұнады деген айтамын. Және де ұнаса міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде арнама тіркеліңіздер. Себебі мен сіздерді жақсы көремін, сіздер үшін видео түсіруге тырысып жатырмын. Сондықтан келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.